Біз бұл жаңа конституцияны қабылдаған соң ескі Қазақстанмен толық қош айтысамыз. 2022 жылғы конституциялық реформалар кезінде біз суперпрезиденттік моделден бас тартып, бір рет сайланатын 7 жылдық классикалық президенттік жүйеге көштік. Мемлекеттік саяси қызметтегі туыстық ықпал мен мүдделер қақтығысы конституциялық негізде толығымен жойылды. Сондықтан ескі жүйенің ет жақын өкілі билікке қайтып келеді деген қауесеттің ешқандай негізі жоқ. Жаңа конституция жекелеген тұлғалардың немесе белгілі бір топтардың ықпалын күшейтуге емес, керісінше билік тармақтарының тепе-теңдігін қамтамасыз етуге және туыстық жеке байланыстар арқылы саяси үстемдік орнату мүмкіндігін шектеуге бағытталған. Бұл жаңа конституцияның бұлжымас қағидаты өзгермес нормасына айналады. Әлде біреуге құрғақ фраза сияқты болып естілетін күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет қағидасы басшылыққа алынып жатыр. Бірақ бұл қағида бірдемде жөнкей жөнелмегенін тағы да жасыруға болмайды. Көш жүре түзеліп келе жатыр. Мемлекет басқару жүйесінде тежеу мен тепе-теңдік принципін бекіткен нақты стратегиялық бұл қадам қадау даму үстінде. Қазақстанның жаңа тарихында бұл даму жолы кейіннен тарихи шешім болды деп бағаланары кәдік. Құрметті әріптестер, біз жаңа конституция арқылы Қазақстанды тұрақты, әділ және заманауи мемлекетке айналдыруымыз қажет. Біз регресске емес, жасампаз прогресске қызмет етейік.